Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін қазақ тілі сабағы 2-ші сынып тақырыбы құстар мен балықтар 78-79 беттер. Мен мұғалім Майлыбекова Айнагүл Амантайқызы. Здравствуйте, ребята! Сегодня урок казахского языка, 2 класс, тема урока «Птицы и рыбы». Страница 78 и 79. Дәптерімізді ашып бүгінгі күнді жазамыз. Сәуірдің 28-і тақырыбы құстар мен балықтар. Открываем тетрадь и пишем сегодняшнее число. 28 апреля. Тема урока «Птицы и рыбы». Сөздік жұмысын жүргізейік. Ведем словарную работу. Ұшады, летает. Жүзеді, плавает. Жүрмейді, не ходит. Бака, лягушка. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұраққа жауап бер. Первое тапсырма. Слушайте. Отвечай на вопросы. Пингвин теңізде тіршілік ететін құс. Пингвин живет на море. Ол қара ала түсті болады. Его цвет пестрый. Пингвин балық жейді. Пингвин обитается рыбой. Теңіз суын ішеді. Пьет морскую воду. Пингвин қанатты болса да ұша алмайды. Пингвин не может летать, хотя у него есть крылья. Үнемі тұрып жүреді. Постоянно ходит ногой. Пингвин қандай құс? Какая птица? Пингвин. То есть отвечаем на вопросы. Ол қайда тіршілік етеді? Где живет пингвин? Түсі қандай? Какого цвета пингвин? Не жейді, не ішеді. Чем обитается пингвин? Екінші тапсырма. Сөйлемдерді толықтырып оқы. Вторая тапсырма. Дополните предложение. Балық пен құс ұқсай ма? Похож ли рыба с птицей? Құстың аяғы бар. У птицы есть ноги. Балықтың, вместо многоточия пишем нужные слова. Балықтың аяғы жоқ. У рыбы нет ноги. Құстың қанаты бар. У птицы есть крылья. Балықтың да қанаты бар. И у рыбы есть крылья. Құс ұшады. Птица летает. Құс жерде жүреді. Птица ходит на земле. Балық жүрмейді. Рыба не ходит. Үшінші тапсырма. Айтайық. Сөздер мен суреттерді сәйкестендір. Третье тапсырма. Говорение. Сопоставьте, пожалуйста, слова с рисунками. Давайте с вами сопоставим. Қоян секіреді. Қоян секіреді. Құс ұшады.
Птица летает. Кит жүзеді. Кит жүзеді. Кит плавает. Ара ұшады. Пчела летает. Балық жүзеді. Рыба плавает. Бака секреда. Лягушка прыгает. Төртінші тапсырма ақ аюды сипаттап жаз. Четвертое тапсырма опишите белого медведя. Ақ аюдың мекені Арктика. То есть белый медведь живет в Арктике. Ақ аюдың түсі ақ. Цвет белого медведя белый. Салмағы 800 килограмм. Вес белого медведя 800 килограмм. Қорегі ит балық. Ақ аюдың қорегі ит балық. Белый медведь обитается рыбой. Үйге тапсырма. Домашнее задание. Ақ аюды сипаттап жаз. Опишите белого медведя и пишите в тетради. Ақ аюдың мекені Арктика. Белый медведь живет в Арктике. Түсі ақ. Цвет белый. Салмағы 800 килограмм. Белый медведь весит 800 килограмм. Қорегі ит балық. Белый медведь обитается рыбой. Құрметті оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Уважаемые ученики, сегодняшний наш урок подошел к концу. Спасибо за внимание. До свидания. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Не забудьте подписаться на мой канал, ставить лайк и оставить комментарий. Сау болыңыздар. До свидания.